Ал қыздар, саламатсыздар ма? Бүгін біз люксовый обработка дейді. Оверлогы жоқ қыздар болса, немесе оверлогы бар болса да осындай обработка жасағым келіп жатыр десеңіздер, жалпы мен өткенде шалбармен кардиган тіккенде дәл осындай обработкамен жасадым. Сіздерге мысал ретінде мына екі кусок мата дайындадым. Сосын басқа түсте осындай косой бейка дайындадым да, басқа түсте камерада жақсы көрінсін деп. Жалпы мына тігістің шетін қалай обработка жасаймыз, соны қазір көрсететін боламын. Біріншіден осылай ашамыз. Косой бейканы ашамыз да. И прямо осының мына тігісі бар ма, онынандай қайылып тұрған жері, тура осының үстінен тігіп шығамыз, қараңыздар. Артығын қиып тастайсыздар. Одан кейін не істейміз? Қайырып барып, артығын қырқып тастаймыз да. Матаның артық жерін қырқып тастайсыздар қайшымен.